Сәлематсыздар ма оқушылар? Математика сабағы 5-ші сынып. Сабақтың тақырыбы натурал сандардың 2-ге, 5-ке және 10-ға бөлінгіштік белгілері. 2-4-ші сабақ. 215-ші тапсырма. Ауызша есептеңдер. 420 мен 70-тің бөліндісі 6-ға тең. 6 мен 12-ның қосындысы 18-ге тең. 18 мен 5-тің көбейтіндісі 90-ға тең. 90 мен 48-дің айырмасы 42-ге тең. 42 мен 6-ның бөліндісі 7-ге тең. 96 мен 15-тің айырмасы 81-ге тең. 81 мен 9-ның бөліндісі 9-ға тең. 9 мен 50-дің көбейтіндісі 450. 450 мен 120-ның қосындысы 570. 570 пен 180-ның айырмасы 390. Үшінші, 16 мен 5-тің көбейтіндісі 80, 80 мен 220-ның қосындысы 300, 300 мен 6-ның бөліндісі 50, 50 мен 19-ның айырмасы 31, 31 мен 3-тің көбейтіндісі 93. Төртінші, 190 мен 70-тің қосындысы 260, 260 мен 13-тің бөліндісі 20, 20 мен 8-дің көбейтіндісі 160, 160 пен 55-тің айырмасы 105, 105 пен 3-тің бөліндісі 35-ге тең. 216-шы тапсырма. 54, 60, 71, 102, 107, 208, 379, 420, 620, 653, 1000, 5632, 10895, 13786 сандарының қайсысы жұп сан? Қайсысы тақ сан? Бір жолға тақ сандарды, екінші жолға жұп сандарды теріп жазыңдар. Енді қарайық, жұп сандар 54, 60, 102, 208, 420, 620, 1000, 5632, 13786. Тақ сандар 71, 107, 379, 653, 10895. 217-ші тапсырма. 144, 173, 184, 278, 391, 415, 520, 997, 990, 646, 825, 975 сандарынан бірінші 2-ге бөлінетін, екінші 5-ке бөлінетін, үшінші 10-ға бөлінетін сандарды бөлек жолдарға жазыңдар. Яғни 3 бағанға жазайық. Бірінші жол 2-ге бөлінетіндер. 144, 184, 278, 520, 990, 646. 5-ке бөлінетін 415, 520, 990, 825, 975. Және 10-ға бөлінетін ол бізде 520 мен 990 деген сандар екен. 218-ші тапсырма. Жұлдызшаның орнына тиісті цифрды қойып, кестені толтырыңдар. 63 2-ге бөлінетін сандар, олар қандай? 632, 634, 636, 638. 5-ке бөлінетін сандар 635, 630. 10-ға бөлінетін сандар 630. Келесі 372, 374, 376, 378. 5-ке бөлінетін 375, 370. 10-ға бөлінетін 370. Келесі 2-ге бөлінетін 492, 494, 496, 498. 5-ке бөлінетін 495, 490. 10-ға бөлінетін сандар 490. 219-шы тапсырма. Шығарманың оқылған беттері оқылмаған беттерінен 4 есе артық. Шығармада 145 бет болуы мүмкін бе? Әлде 144 бет болуы мүмкін бе? Немесе 142 бет болуы мүмкін бе? Шығарманың оқылған беттері нешеу? Енді кәне есептеп көрейік. Шығармада 145 бет болуы мүмкін, себебі 4 есе артық деп тұр ғой, біреу, я? Ал ендеше тағы біреу бар, ендеше 5-еу болады. Енді көрейік, сонда 145-ті 5-ке бөлеміз, тен болады 29. Бұл біріншісінде, ал екіншісін есептейтін болсақ, яғни 4 есе артық деп тұр ғой, 29-ді 4-ке көбейтеміз, тен болады 116 бет оқылды бұл. Түсінікті ғой. Сонда шығармада 145 бет болуы мүмкін. 220-шы тапсырма. Қосылғыштардың жазылулары бойынша. Енді қарайық, яғни қосылғыштан жазылуларыны.
Бірінші 2-ге бөлінетіндерін, екінші 5-ке бөлінетіндерін таңдап алып, бөліндінің мәнін табыңдар. Енді қарайық. 916 мен 328-ның қосындысы тең болады 1244. Бөлеміз 2-ге тең болады 622. 542 қосылған 914 тең болады 1456. Бөлінеді 2-ге тең болады 728. Және 990 қосылған 734 тең болады 1724. Бөлінген 2 тең болады 862. Бұл біз сіздермен 2-ге бөлінетіндерін жаздық. Енді 5-ке бөлінетіндерін. 270 қосу 565 тең болады 835. Бөлінген 5 тең болады 167. 15 қосу 650 тең болады 315 қосу 650 тең болады 965. Бөлінген 5 тең болады 193. 221. Көбейткіштердің жазылулары бойынша, яғни 7 мен 16-ның көбейтіндісі, 11 мен 25-ның көбейтіндісі көбейтінділерінен 2-ге бөлінетіндерін, 5-ге бөлінетіндерін, 10-ға бөлінетіндерін таңдап алып, бөліндінің мәнін табыңдар. Ендеше бұны біз сіздермен 3 бағанға жазайық. Бірінші 7 мен 16-ның көбейтіндісі бізде 102. 102-ні 2-ге бөлеміз, тең болады 56. 13 пен 10-ның көбейтіндісі 130, оны бөлеміз 2-ге, тең болады 65. 7 мен 20-ның көбейтіндісі көбейтілген 3-ке. 7 20 140, 140-ті 3-ке 420. 420-ны 2-ге бөлсек, тең болады 210. 2 көбейтілген 5 көбейтілген 23. 2-ні 5-ке 10, 10-ға 23-ті 230. 230-ті 2-ге бөлсек 115. 21 көбейту 3 көбейтілген 6. 21-ді 3-ке көбейтеміз 63. 63-ті 6-ға көбейтеміз 378. Оны бөлеміз 2-ге, тең болады 189. Екінші бағанға 5-ке бөлінетіндерін 11-ді 25-ге көбейтеміз, бөлінген 5 тең болады 55. 13 көбейтілген 10 бөлінген 5 тең болады 26. 13 көбейтілген 15 бөлінген 5 тең болады 39. 7 көбейтілген 20 көбейтілген 3 бөлінген 5 тең болады 84. 2 көбейтілген 5 көбейтілген 23 бөлінген 5 тең болады 46. Және үшінші бағанға 10-ға бөлінетіндерін. 13 көбейтілген 10 130, оны 10-ға бөлеміз 13. 7 көбейтілген 20 көбейтілген 3 тең болады 420, 420-ны 10-ға бөлеміз, тең болады 42. 2 көбейтілген 5 көбейтілген 23 230, 230-ды 10-ға бөлеміз, тең болады 23. 222-ші тапсырма. 0, 3, 4 және 5 цифрларын бір рет қана пайдаланып, 2-ге бөлінетін, 5-ге бөлінетін, 10-ға бөлінетін 2 таңбалы сандарды жазыңдар. Тек қана бұл цифрларды бір рет қана пайдаланамыз. Бірінші 2-ге бөлінетін 30, 34, 40, 50, 54. Келесі 5-ге бөлінетін 30, 40, 50, 45, 35. Және үшінші 10-ға бөлінетін ол 30, 40, 50 деген сандар. 223-ші тапсырма. Мирас бағалары бірдей 5 фломастер сатып алды. Сатушы оған барлығының құны 403 теңге деді. Сатушы дұрыс есептеді ме? Дұрыс есептеген жоқ, себебі 403 5-ке бөлінбейді. Егер сатушы артығы мен есептесе, Мирас сатып алған барлық фломастердің құны неше теңге? Бір фломастердің бағасы неше теңге? Ендеше қарайық, сатушы бізде дұрыс есептемеді, 400-ді 5-ке бөлсек 80 теңге. Сонда Мирас сатып алған барлық фломастердің құны 400 теңге екен, ал бір фломастердің бағасы 80 теңге. Сонда сатушы оған артығымен 3 теңге есептеген екен. 224-ші тапсырма. Атай баласымен және немересімен саяжайға бір велосипедпен барулары керек. Велосипед 100 килограмм массаны ғана көтере алады. Атай 80 килограмм, баласы 60 килограмм, немересі 30 килограмм. Олар үйден саяжайға қалайша бір велосипедпен бара алады? Енді қане көрейік. Баласы мен немересі саяжайға барады. Себебі біреуінікі 60 килограмм, біреуінікі 30, 90 килограмм. Кейін немересі кері қайтып велосипедті атасына береді. Атасы саяжайға қарай өтіп, кейін баласы кері қайтып, немересімен саяжайға келеді. Түсінікті ғой? Келесі 225.
Егер x жұп сан болса, онда 3x, x қосу 1, 5, 2, 7, x азайту 3 сандардың қайсы жұп сан, қайсы тақ сан? Енді көрейік. Жұп сандар 3x, 5x, 5x қосылған 4, 11x қосылған 6. Ал тақ сандар бізде x қосылған 1, 7x азайтылған 3, 2x азайтылған 1, 9x қосылған 7. Бұлар бізде тақ сандар. 226 тапсырма. Жеміс сусынын дайындау үшін кептірілген алмұрт және қара өрік алынды. Оның 5 бөлігі алмұрт, 3 бөлігі қара өрік. Алмұрттың қара өріктен 425 грамм артық болуы мүмкін бе? Әлде 500 грамм артық болуы мүмкін бе? Жеміс сусынын дайындау үшін барлығы неше килограмм кептірілген жемістер алынды? Енді қарайық, 5-тен 3-ті азайтамыз, тен болады 2. Алмұрттың қара өріктен 500 грамм артық болуы мүмкін. Енді 502-ке бөлеміз, 250 грамм бұл бір бөлігі. 250 көбейтілген жақшаның ішінде 5 қосылғаны жақшаны жабамыз, тен болады 250-ді 8-ге көбейтеміз, тен болады 2000 грамм. Бұл тен болады 2 килограмм. Сонда жауабы барлығы 2 килограмм кептірілген жеміс алынды. Келесі тапсырма 227. Аулада мысықтар мен тауықтар жүр. Олардың барлығы 8. Мысықтың әрбір аяғында 5 тырнақ. Ал тауықтың әрбір аяғында 4 тырнақ бар. Ауладағы барлық мысықтар мен тауықтарда 100 тырнақ бар. Аулада неше мысық, неше тауық жүр? Енді көрейік. Барлығы бізде 8 тен болады. Яғни 5 қосылған 3. 5 көбейтілген 4 көбейтілген 2. Неге? Себебі тауықтың 2 аяғы бар. Ал екіншісіне қарайық. 2 мысық. 3 көбейтілген 5 көбейтілген 12. Яғни бізде 3 мысық болды. Және болады 100 болады. 3 мысық және 5 тауық бар екен. Түсінікті ма? 3 мысық, оларда 5 тырнақтан 12. Себебі 3 мысықта бізде 4 аяқ бар, е? 4 3-ке 12, сонда тен болады бізде 100. Жауабы 3 мысық және 5 тауық бар. Осымен оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.